Сәлем, дарын онлайн қолданушылары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен логикалық операциялармен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта қарапайым салыстыруларды қарастырған едік. Егер екі немесе одан да көп салыстырулар керек болатын болса, бізде логикалық операциялар орындау керек. Олар and, o, not. And деген және, o деген немесе, not деген емес деген мағына береді. Мысалға, 5 кіші 9-дан және 8 кіші 13-тен true мән береді. Неге? Себебі 5 9-дан кіші және 8 13-тен кіші. And әрекеті екі шарт, екеуі де ақиқат болатын болса, ақиқат болады. Екеуінің біреуі жалған болатын болса, жалған болады. Келесі o. 5 9-дан кіші, ақиқат, or 8 13-тен үлкен, жалған. Яғни or дейтін, бірақ нәтижесі true болады. Себебі o дейтін или деген білдіреді. Екі шарт берілсе, соның біреуі дұрыс болатын болса, онда ол ақиқатты білдіреді. Not деген true'ды false'қа шығарады, false'ы true'ға шығарады. Бірақ программалау тілінде not функциясы салыстыру әрекеті өте аз қолданылады. Енді рет-ретімен практикалық тұрғыда тексеретін боламыз. Бірақ бізде қателік туындамау үшін көп жағдайда жақшамен жұмыс жасаған тиімдірек. Бірінші әрекет жақшаға алып қараймыз. Екі әрекетті жақшаға аламыз. 5 кіші 12-ден. Дұрыс. 5 12-ден кіші. Және 2 кіші 3-тен. Берілген екі шарт дұрыс болатын болса, онда бізге true мәнін береді. Дәл енді үлкен мәнін береміз. 12 үлкен 5-тен және 3 үлкен 2-ден. Shift Enter true мәнін береді. Сол жағындағы шарт және оң жағындағы шарт бізге true болатын болса, екеуі де true болатын болса, онда true мәнді береді. Келесі әрекет тексеріп көреміз. Осы жерде бір әрекетті теріс қылатын болсақ, 12 5-тен үлкен және 3 2-ден кіші дейтін болсақ, бізде ол false болады. Себебі берілген екі шарттың біреуі қате. Берілген шарттың екеуінің біреуі қате болатын болса, онда and әрекетін қолдансақ, false болады. Келесі or әрекеті. 12 үлкен 5-тен o немесе 3 үлкен 2-ден. Shift Enter бізде true береді. Екі әрекеттің біреуі ғана орындалса, онда true болады. Бізде қазір екеуі де орындалып тұр, демек ол true. Дәл осыны теріс қарап жасаймыз. 5 кіші 12-ден, әйтпесе 2 кіші 3-тен Shift Enter true болады. Себебі екеуі де дұрыс. Ал екеуінің біреуі қате болатын болса, 2 үлкен 3 болатын болса, онда тағы да true береді. Shift Enter. Мінеке тағы да true. Себебі бізде берілген екі әрекеттің кем дегенде біреуі дұрыс. Енді сол екеуін де қате қылатын болсақ, не болады? Бірге бақылаймыз. 5 12-тен үлкен деп айтамыз, ол әрине қате. 2 3-тен үлкен дейміз, ол да қате. Қазір Shift Enter беретін болса, ол false болады. Себебі екеуінің біреуі қате, демек ол қате деген сөз. Not деген функция ол бізде кіші әріппен жазылады. 15 тең 15-ке дейтін болсақ, дұрыс, 15 15-ке тең, бірақ ол бізге false береді. Себебі true мәнін false айналдырады. 15 тең емес 15-ке, қазір бізде false, енді осының алдына notты қоятын болсақ, Shift Enter ол true'ді білдіреді. Бүгінгі сабақта біз сіздермен логикалық операциялар, соның ішінде and, or, notты қарастырдық. Алдағы салыстыру, логикалық оператор, string, int және float'тың барлығын сіздер жақсы меңгерген болсаңыздар, онда біз еркін шартты операторға кірісе берсек болады.